Сәлем достар! Бүгінгі сабақта біз сіздермен қызыл блокты, яғни мәліметтер мен операциялар блогын өтетін боламыз. Бұл жерде көріп тұрсыздар, бірнеше шимақ бірнеше блоктар бар екен. Алдымен бастайық. Міне бірінші блок бізде айнымалы блогы деп аталады. Мұнда қандай да бір роботтың жадында қандай да бір мәліметті сақтауға болады. Яғни біз қазір бір айнымалы ашып, жоғар жағында добавить перемену деген батырманы басамыз, атын қояйық, S деп айнымалының атын қоя салайын. Бұл жерде не айнымалының мәнін оқуға болады, немесе оған қандай да бір ақпаратты сақтауға болады. Мұны мәліметтердің 5 түрлі типі көрсетілген. Бірінші ол мәтін. Текст таңдасақ, бір қандай да бір мәтін жазуымызға болады мұның ішіне. Одан кейін сан, қандай да бір сан деңіз қойсақ болады. Логикалық мән, логикалық мәнге не бар, не жоқ, яғни ақиқат, жалған деген мәндерді қоюымызға болады. True, false. Одан кейін сандардың массиві, бұл массив дегеніміз бір типті айнымалылар жиынтығы, немесе логикалық массив, яғни true, false-тан тұратын. Бұл массивтерді толығырақ сабақтың ортасына таман өтетін боламыз, ал қазір біз сандық мәнді таңдайықтағы мұнда 5 деп жаза салайық. Енді осы 5 деген мәнді роботтың экранына шығарсақ болады. Ол үшін жазған санымызды енді оқуымыз керек. Мына жерден считывание деген бөлікті таңдаймыз. Числовое значение. Одан кейін display. Дисплейдан текст, пиксель. Бұрынғы сабақтағыдай проводной дейміз дағы. Мына жерден Т деген бөлікке қосамыз. Осылайша біз мәліметті мысалға 5 секунд көрсетсін. Қосайық роботымызға. Мінекей 5 деген цифра шықты. Қазір 5 секундтан кейін өшеді. Өшті мінекей. Яғни айнымалы деп отырғанымыз бұл жерде қандай да бір ақпаратты роботтың жадында сақтау үшін қажет дүние екен. Енді әрі қарай жалғастырайық. Келесі мысалда біз секундомер жасайық. Яғни роботтың экранында секунд сайын сандар шығып тұруы тиіс. Ол үшін біз аламыз, айнымалы ашып қойдық, бастапқы мәні 0 болсын. 0. Цикл орналастырамыз. Циклдің ішіне осы мәліметтерді қоямыз. Блоктарды орналастырдық. Мына жерде 1 секунд қояйық. Секунд сайын біздің S-тен айнымалымыздың мәні 1-ге артып, шыққан сан мына біздің дисплейімізде шығуы тиіс. Ол үшін S деген айнымалымызға біз мына жерден математика деген блокты таңдаймыз мінекей. Бұл математика блогының көмегімен сандарды қосуымызға, азайтуға, бөлуге, көбейтуге, модулін табуға, түбір астынан шығаруға, дәрежеге шығаруға, сонымен қатар мынандай формулалар жазуға болады. Біз бұл жерден қосуды таңдаймыз. S айнымалысын E деген, яғни A деген бөлікке жалғаймыз. B-да біз 1 тұра берсін, яғни 1 деген санды S айнымалысына қосып отыратын боламыз. Енді шыққан санды қайтадан осы S айнымалысына жазамыз. Міне записать деп тұр. Мінеге осы жерге жалғаймыз. Шыққан саны қайтадан S айнымалысына жазылаттағы цикл басынан басталып, осы санға қайтадан бір қосылып, осылай айнала беретін болады. Сонымен шыққан санды біз экранға шығарайық. Енді қосайық. 3, 4, 5, 6, 7, мінеке қосылып отыр. Секунд сайын біздің цифраларымыз қосылып жатыр. Енді қызығырақ болу үшін осы сандарымызды біздің двигателімізге жалғап қояйық. Двигательге жалғап қояйық, қызық болсын. Двигателіміз үнемі қосылып тұрсын, включить. Енді мына жердегі шыққан санды біз аламыздағы двигательдің жылдамдығына қосамыз. Сонымен қатар біздің сандарымыз 1-ге емес 10-ға артсын. Яғни 10 секундта біздің двигателіміздің мәні 100-ге дейін барады деген сөз. Қосайық. . 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
міне жұмыс істеді. Енді біз былай жасаймыз. Енді жылдамдығымыз 100-ге жеткен кезде роботымыз дыбыс беріп, двигатель тоқтауы керек. Ол үшін біз мына бір жерден салыстыру операциясын таңдаймыз. Мінекей. Салыстыру. Бағанағы математикалық блоктан шыққан мәнді мына жерге қойып салыстырамыз қазір. Үлкен немесе тең деп салыстырайық. Үлкен немесе тең болса 100-ге. Мұндай жағдайда ауыстырып қосқышты қоямыз дағы мына жерге. Осы жерден логикалық мән деген таңдаймыз. Яғни ақиқат немесе жалған. Мұна мәніміз 100-ден асты ма, аспады ма, соны тексереміз. Осылай жалғаймыз. Егер біздің мына жерде шыққан мән 100-ге тең немесе одан асып кететін болса, онда дыбыс шығарсын. Дыбыс блогын қоямыз. Осы жерден выражение деген папкадан немесе мінеке осындай қошеметтеп тұрған дыбысты қойып қойсақ болады. Енді қосып көрейік. Мінеке қайта-қайта қошеметтеп жатыр, бірақ двигателіміз тоқтаған жоқ. Осы жерге двигательді тоқтатуды орналастырамыз. Выключить дейміз. Одан соң мына циклымыздан шығып кету керек программамыз. Ол үшін қызыл сары блокқа барамыз дағы, ең соңындағы прерывание цикла деген блок таңдаймыз. Яғни циклды өшір деген сөз. Соңына орналастырдық. Болды енді. Қосайық. Мінекей өшті. Программамыз жұмыс жасады. Енді дәл осыны кері қарай жасайық. Кері жасау үшін мына жердегі айнымалының бастапқы мәнін 100 деп берейін. 100. Сонымен мына жерде қосу емес азайтуды қояйық. 10-ға азайтып отырсын барған сайын, секунд сайын. Одан кейін. Мына секундты программаның соңына да қойсақ та болады негізі. Одан кейін кіші немесе тең 0-ге болса, мұндай жағдайда жаңағы дыбыстар ойнап циклымыз тоқтауы керек. Ал енді қосып көрейік. Азайып жатыр барған сайын. Мінеки. Программамыз 100% дұрыс жасады. Енді біздің келесі өтетін блогымыз массив деп аталады. Массив деп отырғанымыз бір типті элементтер жиынтығы. Яғни EV3 бағдарламасының ішінде массивтің екі типі бар. Біреу сандық тип және логикалық тип. Біз сандық типті таңдайық. Енді массив құрастырайық. Бұл массивтің ішіне біз двигательдің жылдамдықтарын жазатын боламыз. Бірінші 10 деп қояйық. Бірінші жылдамдығымыз 10 болсын. Екіншісі 30 болсын. Үшінші 50. Келесі 80 болсын. Міне осы жылдамдықтар жетіп қалар бізге 4 түрлі жылдамдық. Енді секунд сайын осы мәндерді біз роботтың жылдамдығына орналастыруымыз керек. Ол үшін біз бұл массивіміз мына жерде тұра тұрсын. Цикл қоямыз. Цикл. Енді мына жерде массивтің мәндері қандай да бір индекстармен нөмірленген.
яғни бірінші 0, 1, 2, 3 деп орналасу реті бар. Сол бойынша біз мәндермен жұмыс жасай аламыз. Ол үшін бізге циклдың ішінде жұмыс жасау үшін бізге айнымалы қажет. Айнымалы мына жерден добавить деп, ай деп ашып қойсаңыз болады. Мен мына жерде ашып қойдым. Енді бастапқы мәні 0 болып қала берсін. Қайтадан айнымалы қоямыздағы осы айнымалысының мәнін оқимыз. Оқимыздағы мына жердегі индексқа орналастырамыз. Индекстен шыққан мәнді біз двигательдің жылдамдығына жіберейік. Двигательдің жылдамдығына жібереміз мінекей. Екеуін байланыстырдық, сонымен қатар экранға шықсын. Экранда мәтін таңдаймыз. Проводной дейміз дағы, мына жерге Т бөлігіне жалғаймыз. Массивтің мәнін оқып экранға шығардық. Енді ай деген айнымалының мәнін бірге арттыруымыз қажет. Ол үшін математика блогын мына жерге орналастырып, бірге арттырамыз. Осы мәнді қайтадан сақтаймыз. Осы мәнді сақтаймыз қайтадан. Айдың өзіне енді 1 секунд күтейік. Болды, программамыз дайын, енді осыны қосып көрейік. Мінекей, жұмыс жасады. Тек қана соңында бізде қате берді. Қате берген себебі бізде мына жерде индексіміз асып кетті. Яғни 4 рет айналды да циклымыз. 5-ші рет бізде мына жерде мән жоқ, сондықтан да қате берді. Мұндай болмау үшін алдындағы мысалдағыдай циклымызды тоқтатуымыз қажет. Немесе мына жерден подсчет деп, мына жерге 4 деген мәнді қояйын. Қосып көрейік енді. Міне бәрі де дұрыс жұмыс жасады. Келесі бізде константа деп аталады. Константа дегенді білетін шығарсыздар, бұл жерге мән өзгермейтін ақпараттарды сақтауға болады. Мысалға осы жерге пи мәнін сақтап қояйық, 3,14 деп. Болды, міне сақталды. Енді шеңбердің ұзындығын табатын программа құрастырайық. Шеңбердің ұзындығының формуласы 2πr, яғни радиусты 2π-ға көбейтеміз. Ол үшін математика деген блокты аламыз. Мына жерде көріп тұрсыздар, 2πr деген радиуспен қосып жазайық десек, мына жерде ондай көп бөліктер жоқ. Немесе 2 математика блогын орналастыруымызға болады, немесе мына жерден дополнение деген бөлікте біз формула енгізуімізге де болады екен. Яғни бұл жерде біз не істейміз? 2-ні көбейтеміз. Пидің мәні константаға, яғни бірінші тұрған а деген бөлікпен жалғайтын боламыз. 2 көбейту а және б-ның орнына бізге радиус түседі. 2πr деп көрсетсек те болады мысалға. Пидің орнына а-ны жалғадық және радиус бізде 5 болсын. Қалған 2 бөлікке теспей қойсақ та болады. Енді осыдан шыққан санды біз экранға шығарамыз. Және 5 секунд күте тұрсын. Программамыз өшпей 5 секунд күтсін. Қосайық осыны. Міне 31,14 деген мән шықты бізде. Осы санды дөңгелектеу үшін, мысалға кейде бізге дөңгелектеу керек болады. Міне округление, яғни дөңгелектеу деген блокты қоямыз мына жерге. До ближайшего деген таңдасақ, біз осыған жалғайық, мына байланысты үзейік. Осыдан шыққан санды ғана Т бөлігіне жалғайық. Енді қосып көрейік. Мінекей 31 деп шықты. Мына жақта не жоғары қарай, немесе төменге қарай дөңгелектеуге болады. Сонымен қатар
бөлшек бөлігін кесіп тастауға да болады екен. Келесі бізде интервал. Бұл жерде барлығы өте қарапайым. Екі-ақ режимі бар бұл жерде. Біріншісі, в пределах деген жерде, мысалға бірінші мән 50 болса, ол 25 пен 75-тің ортасында бар ма дегенді білдіреді. Яғни бұл жердегі мән ақиқат немесе жалған мәнді шығарады, яғни логикалық мәнді береді. Немесе за пределами, яғни 50 деген 25 пен 75-тің аралығына кірмейді ме, соны көрсетеді. Енді келесі мәтін. Мысалға, мынандай программа жасайық. Екі айнымалы ашып қояйын мәтін типіндегі. Мына жерге атауын береміз. Біріншісінде күн деп жазылып тұрсын. Күн айнымалысының өзіне күн деп қайталанған жаза салайын. Бас әріппен. Екінші тағы бір айнымалы ашамыз. Т деген айнымалы аша салайын. Мұнда біз жазамыз мәтін қайтадан. Мұндан Т деген айнымалы аштық. Т2 деген жарайды айнымалы болсын. Мұнда тамаша. Күн тамаша деп жаздық. Енді осы екеуін қосып біз экранға шығарайық. Бір-бірден шығарсақ дұрыс болмайды, сондықтан да мына жерде текст деген бөлік бар. Бұл жерде екі мәтінді бір-біріне қосуымызға болады. Ол үшін қайтадан екі айнымалыны оқуымыз керек. Оқу мәтін. Күн деген мына жерге қояйық біріншіге. Және екінші қайтадан мәтінді таңдаймыз. Күн емес, мына жерге Т2-ні таңдаймыз. Т2-нің мәнін екінші бөлікке қоямыз. Шыққан қорытынды мәтінімізді мына жерге Т-ға жалғаймыз. Ал енді осы программамыз қосып көрейік. Міне, күн тамаша деген жазуымыз шықты. Ортасында тек қана пробел жоқ екен, яғни бос орын. Ол үшін Т2-мізді үшінші бөлікке жалғап, мына жерге бос орын қойып қояйық. Болды, енді қосып көрсек. Ортасында бос орын пайда болды. Керемет. Енді соңғысы бізде случайное значение, яғни рандом. Кездейсоқ санды шығаруымызға болады. Бұл жерде екі типтегі ғана мәндерді қабылдайды. Не сандық деп, немесе логикалық деп. Осы жерден сандық деп таңдайықтағы 10 мен 100-дің аралығындағы кез келген жылдамдықты двигателімізге жалғайық. Шексіз қосыла берсін. Циклдің ішіне орналастырамыз осы екеуін. Сонымен қатар дисплей қояйық. Экранға шығарайық осы мәнін. Кездейсоқ санды экранды көріп тұрайық. Мінекей жалғадық. Енді осы кездейсоқ двигательдің мәндері 1 секунд сайын ауысып тұруы қажет. Мінекей. Осындай программа бізде пайда болды. Қосып көрейік. Мінекей, робот ойына келген әртүрлі кездейсоқ сандарды двигательге орналастырып жатыр. Осылайша бүгін біз сіздермен қызыл блокты толығымен өтіп шықтық. Келесі сабақта енді ары қарай жалғастыратын боламыз.